Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен осындай құрамы өте қарапайым әрі тез жасалады. 5 минутта араластырып, 15 минутта пісіріп аласыздар. Және де өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, 12 ас қасық қантымызды саламыз. Барлық қосатын азық-түлігіміз бөлме температурасында болуы қажет. 12 қасық қантымызды салғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Осылай араластырып алдық. Енді жылы сүтімізді құямыз. Сүтті де 12 қасық құясыздар. Ешқандай таразысыз, ешқандай миксерсіз дайындалады. Сүтімізді құйып, аз ғана араластырамыз. Енді үстіне 12 ас қасық сұйық май құямыз. Аз ғана араластырып жібереміз. Және де үстіне 12 ас қасық ұн қосамыз. 12 ас қасық ұн қосқан кезде қамырымыз осындай тестомыз сұйықтау болады. 15 қасық қоссаңыздар да болады. 12-15 қасық аралығында қосасыздар. Мен 12 қасық ұн қостым. 12 қасық ұнымызды қосып алғаннан кейін 1 шай қасық қопсытқышымызды қосамыз. Ұнымызды және де қопсытқышымызды қосып алғаннан кейін біркелкі етіп, ешқандай түйіршік қалдырмай жақсылап араластырамыз. Ұнымызды және де қопсытқышымызды салып алғаннан кейін осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйіршік болмауы тиіс, бір тегіс болуы тиіс қамырымыз. Және де формамызға құйып, алдын ала қызып тұрған 180 градус пешке 10-15 минутқа жібересіздер. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Ас болсын.